Ассалаумағалейкум, еліміздің бастарнасының тікелей эфирінде кешкі жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы және сурдо аудармашы Самалжан Темір. Елімізде педофилдерге қарсы жаза күшейтілмек. 2018 жылдан бастап оларға химиялық кастрация жасалады. Ал келесі жылдан бастап мектеп оқушылары 2 мәрте емтихан тапсырады. Мектеп бітіруіне және жоғары оқу орнына түсуіне байланысты. Ұлттық бірыңғай тест тапсыру талаптарына да бірқатар өзгерістер енгізіледі. Толығырақ тілші материалында. Биыл мектеп түлектеріне ұлттық бірыңғай тестті 2 мәрте тапсыруға мүмкіндік беріледі. Яғни, ең төменгі балды жинай алмаған оқушылар қайтадан бағын сынап, ақылы бөлімге түсуі мүмкін. Бұл балалар құқығын қорғау туралы заңға енгізілген өзгеріс. Елімізде ұлттық бірыңғай тест тапсырмайтын түлектердің қатары артуда. 2015 жылы олардың саны 46 мыңды еңсерген. Ал ең төменгі деңгейге 1-2 балл жетпей қалғандар Ресей, Қытай елдерінің оқу орындарын таңдайды. Осылайша өзге елдің білім беру жүйесіне қаржы салуда. Заң жобасына енгізілген өзгеріс қалыптасқан мәселені шешуге сеп болмақ. Тест қиын, сосын көбісі біразы Ресейге кетіп отыр. Сол жерде тестсіз олар университеттерді алып отыр біздің балаларымызды. Сосын көп балаларымыз Қытайға кетіп отыр, Турцияға кетіп отыр. Солына жөндеу үшін мына екінші енді сонда мүмкіндік беріп отырмыз. Тиісті заңға сәйкес жетім балалар мен ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалардың деректік базасы жасалады. Осы мақсатқа 120 миллион теңге бөлінбекші. Үкіметтік емес ұйымдар базадан қажетті ақпарат алады. Сонымен қатар елімізде педофилдерге қарсы жаза күшейтілмек. 2018 жылдан бастап оларға химиялық кастрация жасалады. Химиялық кастрация жасалады. Оның алдында соттың шешімімен жасалады оның барлығы. Ол бір жағынан, соң кейін тиісті медициналық тексерулер болады. Біздің мәліметіміз бойынша, мамандардың мәліметі бойынша, осы мәселе жөнінде 1 жылға созылатын бара-бара біз соны да қолдана отырып, тиісті құқықтық адами нәтижелер болады. Сондай-ақ бүгін Сенатта лотерея және лотерея қызметі туралы заң жобасы қаралды. Құжатты дайындауда әлемдік тәжірибе ескерілген. Мысалға, көптеген шетелдерде лотереяны ұйымдастыру құқығы мемлекетке тиесілі. ақш, Ұлыбритания, Франция, Италия елдерінде жекеменшік нысандар арнайы лицензияның көмегімен ғана ұлттық лотерея ойнатылады. Біздің елде 3 түрлі лотереяны ойнатуға рұқсат берілмек. Түскен пайыздың 50% міндетті түрде 30-қа түсу керек. Бізге ең керектісі әрине сол қалған 50%-дің 10%-ды спортты дамытуға бағытталады. Салық төлеу комитеттен сұрағанда 5 миллиард жуық теңге салық түсімі түсіп жатыр. Ол өте аз. Жыл сайын кем дегенде 30 миллиард теңге салық біздің бюджетке түсу керек. Бұдан былай елімізде 30 ойындарын ұйымдастыратын операторлар кірісінің 50%-ын 30 қорына салуға міндеттеледі. Яғни әрбір екінші билетте 30 болуы шарт. Гүлмайра Қуатбайқызы, Айдос Меделбек, хабар. ТМД байқаушылары сайлаудың өткізілуіне байланысты баяндамасын наурыздың 21 күні жариялайды. Бұл туралы миссия штабының мүшесі Евгений Козях хабарлады. Айтуынша, ТМД байқаушылары дауыс беру күні еліміздің барлық өңірінде жұмыс істейді. Жалпы алдағы саяси науқан барысында түрлі халықаралық ұйымдар мен 50-ден астам мемлекеттен келген 1000-ға тарта байқаушы саяси науқан барысын қадағалайды. Бұл тізімде ТМД-дан келген байқаушылардың саны басым. Полностью сформирована наша миссия. ТМД байқаушылар миссиясы толығымен жасақталды. Өкілетті орган басшыларымен және саяси партиялардың өкілдерімен кездестік. Сондай-ақ Алматы қаласы мен Алматы облысының аумақтық және учаскелік сайлау комиссияларының жұмысымен танысып үлгердік. Сайлау барысын бақылауға Украинадан 3 байқаушы келеді. Үшеуі де сайлау органының қызметкерлері. Бұл туралы арнамызға берген сұхбатында Украина орталық сайлау комиссиясының төрағасы Михаил Ахендовский хабарлады. Түрлі елдегі сайлау органдары бір отбасы іспеттес. Біз халықаралық конференцияларда ұдайы кездесіп отырамыз. Қазақстандық әріптестеріміз бізді, біз оларды елдегі сайлауға жиі шақырамыз. 90 жылдардан бастап арамызда осындай байланыс орнаған. Бұл қарым-қатынас бұдан әрі де нығая түседі деген сенімдемін. Беларусь аумағында жүрген қазақстандықтар да алдағы сайлау кезінде өз таңдауын жасай алады. Минск және Брест қалаларында 2 сайлау учаскесі жасақталды. Бұл туралы еліміздің Беларусь Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі хабарлады. Ерғали Бөлегеновтың айтуынша, Қазақстанда өтетін саяси науқанды қадағалауға Беларусь елінің де байқаушылары мен бұқаралық ақпарат құралдары келеді.
Здесь оно как бы взаимно. Олар келіп біздің тәжірибемізді зерттейді. Сондай-ақ бұл жерде науқанның қалай атқарылып жатқанын көру үшін біздің өкілдеріміз шақырады. Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан реформалар мұнда жоғары бағаға ие. Мен ол жайында билік өкілдерінен және лауазымды тұлғалардан жиі естимін. Ақтөбе облысында сайлауалды үгіт кампаниясы кезінде ешқандай заң бұзушылықтар тіркелмеген. Бұл туралы Ақтөбеде өткен сайлауды бақылау жөніндегі республикалық қоғамдық комиссия мүшелерінің жиынында айтылды. Басқосуда комиссия мүшелері саяси партиялардың штаб басшыларымен кездесіп, науқан алдындағы әзірлік жұмыстарын пысықтады. Айта кетейік, бүгінде Ақтөбе облысында 526 сайлау учаскесі бар. Оның 133-і қала аумағында, ал қалған 393-і аудандарда орналасқан. Барлық сайлау учаскелері сайлау заңнамасына сай жұмыс жасайды. Біздің штабымызда 11 адам мүшелері бар. Ол белгілі біздің Ақтөбе облысындағы ғалымдар, жас ғалымдар, ұстаздар, қоғамдық ұйымдардың өкілдері. Бүгінгі таңда 530-дан астам бақылаушылар тағайындалған әрбір сайлау учаскелеріне. Оларды біз оқыттық, семинар өткізді, осы жерде тренинг. Біздің бақылаушылар дайын бүгінгі таңда. Әрбір учаскеде дайын. Оңтүстік Қазақстан облысы көрші өзбек елінің газына тәуелділіктен құтылды. Бұл туралы Қазмұнайгаз компаниясының өткен жылғы жұмысы қорытындыланған жиында белгілі болды. Компанияның басқарма төрағасы Сауат Мыңбаевтың айтуынша, газға сұраныс енді Батыс Қазақстан өңірінде өндірілген көгілдір отын есебінен жабылады. Тағы бір жағымды жаңалық бар. Осы жылдың қазан айынан бастап Қашағаннан мұнай өндіру жұмыстары қайта жанданады. Қазір кен орнында 2013 жылы анықталған ақауларды жою жұмысы жүргізілуде. Сәтін салса, күзге қарай кеннен тәулігіне 75 мың баррель қара алтын алынады. Бұл бағытта тиісті сала мамандары әзірлікті бастады. Біздің көрнекті геологтарды шақырып, жастарды шақырып, шетелдің біраз азаматтарын шақырып, Ақтауда, Атырауда институттар бар. Осы үш институтты біріктіріп, кәдімгідей технологияға, жаңа технологияларға Қазмұнайгаздың жаңағы жұмысшылары кірісуде. Жалпы әлемдік нарықта қара алтын құны қымбаттай бастады. Газет.ру ақпарат порталының мәліметі бойынша, Нью-Йорктегі тауар биржасында WTI маркалы мұнай құны $39 асқан. Ал әйгілі Бренттің баррелі $40.68 центке жетті. Ұлттық банктың алтын валюта қоры ішінара сыртқы басқару жүйесіне өтті. Қаржы құрылымының тиісті қаулысы банктың сайтында жарияланды. Қаңтардың 28-інде қабылданған құжат ақпанның 1-нен бастап күшіне ену тиіс болған. Сыртқы басқаруға алтын валюта қорының қанша бөлігі берілетіні беймәлім. Сондай-ақ оларда кім басқаратыны да атап көрсетілмеген. Елімізде көлік ең көп ұрланатын аймақтардың көшін Алматы бастап тұр. Колеса KZ порталының мәліметтері бойынша қалада 2015 жылы 219 машина қолды болған. Одан кейінгі орында Қарағанды облысы. Өткен жылы өңірде 133 автомобиль ұрылардың олжасына айналған. Қостанай облысындағы темір тұлпар иелері де көлік ұрлаушылардың әрекетінен көп зардап шеккен. Бір жыл ішінде онда 103 жүргізуші сан соққан. Жалпы 2015 жылы Қазақстанда 2919 автомобиль ұрланған. Бір қуантарлығы қылмысты анықтау көрсеткіші жақсарды. Ұрлық саны жылдан жылға кеміп келеді. Мәселен, көлік ұрлары 2013-те 4457 машинаны олжаласа, 2014 жылы бұл көрсеткіш 3854-ке дейін азайған. Бүгін Алматының Түрксіб ауданында 4 бірдей балабақша ашылды. Мектепке дейінгі бұл мекемелер мемлекеттік тапсырыс бойынша салынды. Заманауи үлгіде бой көтерген мекемелерде ойын баласына қажеттінің бәрі бар. Жарық бөлме, жатын орын, асхана барлығы да бүлдіршіндер үшін қолай етіп жасалған. Олардың ой өрісін, өнерін дамытуға да ерекше мән берілген. Балабақшаға келген бала үшін төлемақының жартысын ата-ана төлесе, қалғанын жергілікті әкімдік өз мойнына алып отыр. Жыл басынан бері ауданда осында 7 балабақша өз жұмысын бастады. Жалпы Түрксіб ауданы бойынша соңғы 5 жылда 39 балабақша пайдалануға берілген. Оның 22-сі мемлекеттік, 18-і жеке меншік. Кезекте бізде 2000-нан астам бала тұр. Осы 2000-нан астам баланың барлығын мектепке дейінгі
тәрбие және оқытумен қамтамасыз ету үшін көптеген жұмыстар жасалып жатыр. Және айтып кеткендей 300-ден астам баланы біз мектепке дейінгі тәрбиемен қазіргі кезде қамтамасыз етіп отырмыз. Жылдың аяғына дейін 20 балабақша ашуға жоспарланған. Қарағанды облысындағы 3 бірдей шағын қаланың перзентханасы ультрадыбыстық зерттеу аппараттарымен жабдықталды. Енді дәрігерлер болашақ аналарға сапалы әрі тегін қызмет көрсетеді. Мемлекет пен жекеменшік әріптестік аясында алынған Валюсон S8 деп аталатын ультрадыбыстық аппараттар Жезқазған, Балқаш және Теміртау қалаларындағы перзентханаларға қойылды. Бір аппараттың құны шамамен 120 миллион теңге тұрады. Оның көмегімен дәрігерлер құрсақтағы нәрестені 12 апталығынан бастап 3-ті, 4-ті айқындауыштарымен анық бақылап, дұрыс жетілуіне нұсқау бере алады. Бұрын соңында мұндай аппараттар тек жекеменшік клиникаларда ғана болатын. Ал оған қаралу құны 15 мың теңгеден жоғары. Оны кез келгеннің қалтасы көтере бермейді. Петропавлда жұмыссыз жүрген жастарға арналған еңбек жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Бұл жерде екі қолға бір күрек іздегендерге 400-ден астам жұмыс орны ұсынылды. Небәрі тек 1 сағаттан астам уақыттың ішінде 100-ге тарта жас маман өз түйіндемелерін тапсырып, тіркеуге тұрды. Шараға 10-ға жуық жұмыс беруші мекеме қатысты. Олардың ішінде мемлекеттік заң органдарымен бірге ірі кәсіпорындардың өкілдері де бар. Бос орында жәрмеңкесінде екі жақ бір-бірімен танысып, өзара ақпарат алмасады. Айта кету қажет, бүгінде Солтүстік Қазақстан облысында 25 пен 28 жас аралығындағы 1000-нан астам жас маман жұмыссыз жүр. Мамандық агроном. Сол грантқа түсіп Қостанайда оқуды бітіріп, сол Петропавлға келгем туған жеріме. Мамандығым бойынша табылды жұмыс, сол телефондарын бәрін жазып алып, мен 2 жұмыс бар, сол хабарласу керек. Балаларға арналған Наурыз Думан. Бұл Оңтүстік Қазақстан облыстық циркі мен Қуыршақ театрының бірлесіп жасаған тың жобасы. Цирктің сахнасында қуыршақтар мен әртістер қосылып, жаңарып келе жатқан әлемнің көріністерін көрсетті. Ересектерден еститін Наурыз туралы әңгімелер мен ұлттық салт дәстүрді қуыршақтар ойын баласының ой санасына лайықтап сахналады. Жыл басына таласатын жануарлардың көрсетілімі, не себептен түйенің тышқаннан қалып қойғаны әдемі түсіндіріледі. Зерек болуға үгіттейді. Ал көрермен арасына кіріп кетіп, балаларды ойынға тартқан клоундар түрлі сұрақтар қойып, балалардың білімін ойын арқылы бір тексеріп алды. Түрлі жануарлар кейпінде сахнаға шыққан ойыншықтардың өзі қазақы нақышпен әдемі өрнектелген. Балалардың жақсы көретін жанры ғой, екеуі циркте, Қуыршақ театры. Осы екеуіміз бірлесе отырып, балаларға Наурызды түсіндіру. Наурыз біздің енді пәленбай жылдан бері 5000 жыл тарихы бар Наурыз ғой. Сол арқылы түсіндіріп, осылардың бойына қазақтың ұлттық өзіміздің құндылығымызды сіңірту болды. Әзірге айтарымыз осы, қорытынды жаңалықтарымыз 20:00-де.